Қайырлы жұмалар. Бүгін біз жұмаға келдік. Айя София мешітіне. Бүгін адам өте көп екен, мұнда бәрі дәрет алатын жер. Бірталай адам бар. Біз қазір Айя София мешітіне кіріп, жұма намазына қатысатын боламыз. Әзірше сағат Истанбулда 12:20. Адамдар өте көп келіп жатыр. Мына жерде дәрет алатын, міне Айя София менің артымда тұр. Карантин кезінде масканы шешуге болмайды. Мешіттің ішінде де маскамен бетпердені шешпей, солай намаздарда солай тұрамыз. Қазір туристерді мешіттен шығарып жүріп жатыр. Енді тек намаз оқитындар қалады. Намаз 2-ге дейін болады. Сол 2:30-дарда туристерді қайтып кіргізіп бастайды. Баршаңызға қайырлы күн. Міне бүгін кешегі суретті жауып тастапты. Астан көрінеді, бірақ былай скриндеп жатыр міне. Жұмадан шықтық. Біз жұмада өте көп адам болды. Мына артымда мен қазір Сұлтан Ахмет мешіті, ал мына жағында Айя София мешіті тұр. Халық бүгін өте көп. Ішінде туристер де бар, осы тұрғылықты халқы да бар. Бәрі осы Айя Софияға негізі мешітке келеді екен. Ауа райы тамаша болып тұр, қазір жып-жылы дала. Кем дегенде бір 15-20 градус көрсетіп тұр деп ойлаймын. Бүгін біз деген Сұлтан Сүлейман жерленген жерге баратын боламыз. Сұлтан Сүлейман мешітіне барып, ол мешіттің аты Сүлеймания деп аталады. Соны қалай бару керек екен Сұлтан Ахметтен сіздерге көрсетіп жіберейін. Бүгін ауа райы өте тамаша.
Қарашаның ортасы болса да, мына қар деген мүлде жоқ. Талдардың бәрі шарбасы болып тұр. Осылай келе жатырмын. Ал есіктері ашық па жабық па? Ана жерге ашық екен. Кім жатқанын қарайық. Сұлтан Сүлейман хан түрбесі. Сұлтан Сүлейманның жатқан жері осы деймін. Қазір ішіне кірейік. Мінекей біз Сұлтан Сүлейман ханның түрбесінен шықтық. Мына оң жағымызда Хюррем Сұлтан Роксолана деген Сұлтан Сүлейманның жары осы жерде жерленген екен. Ол бірақ өкінішке орай бүгін жабық, сондықтан осы сыртынан көріп кетеміз тек бүгін. Бірақ бұл жердің атмосферасы бір өзгеше екен. Сондықтан біз Сүлеймания мешітіне ары қарай жол тартатын боламыз. Сұлтан Сүлейман хандікі.
өзінің балдарымен осы жерде жатыр екен. Қыздары, балдары. Сұлтан Сулейман хан қандай керемет басшы болды. Кімдер жатқан жазылып тұр. Осылай жерленген екен адамдар. Бұл жерде адамдар Құран оқып отыр. Міне Сұлтан Сулейман ханның түрбесі жатқан жері осы жерде. Бұл жерде бәрі жазылып тұр. Мынау артымдағы Хюррем сұлтанның жатқан жері. Роксолана. Осы жерге қатты келгім келген болатын. Міне артымда көптеген мейіттер осылай жерленген, қасында осының бәрі Сулейман мешітінің жанында тұр. Міне Сулейман мешіті. Ал бұл жерде есіктен шыққаннан кейін қандай көрініс ашылатынын сіздерге көрсетейін. Осындай көрініспен сіздерге қалай Сұлтан Ахметтен келу керек екен былай көрсеттім. Шамамен Maps.me картасын жазып алсаңыз тез таба аласыздар. Көрініс өте әдемі. Суретке түсуге ең әдемі жерлердің бірі ана төмендегі кафелерде отырсаңыздар болады. Бір даже шай алып сол жерде отыруға болады. Олар сіздерді шай алсаңыз андай бір бағадан асырып алу деген жоқ ол жерде. Бір шай алып, тәтті алып отыра беруге өзінде болады. Құстар өте көп бұған ұшып жүрген. Керемет көрініс. Каналға жазыла кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер. Видео ұнамай жатса, дизлайк баса кетіңіздер. Қолдап жатқандарыңызға көп рахмет, алғысым шексіз. Стамбулда бүгін қарашаның ортасында. Ауа райы тамаша. Сіздерге көрсетейін Сұлтан Сулейман мешітінің ішін. Міне келе жатырмын. Артымда Босфор, алдымда туристер, ауа райы тамаша, көңіл күй. Сөз жетпейді, оны сіздерге қалай жеткізсем болады. Керемет бәрі. Ауа райына сөзім жоқ. Керемет қарашаның ортасы деп айта алмайсың. Ал кіруге дайынсыздар ма? Ал ас ішіп жатырып қарап жатсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.
намаз болайын деп жатыр. Сондықтан туристерді кіргізбейді екен. 3:15-тен 3:45-ке дейін намаз уақыты деп. Мына мешітті тек намаз оқитындарды кіргізетін болады екен. Мешіттің іші өте әдемі, керемет. Ауа райы тамаша, салқын емес, жел бар бірақ. Осындай ветровкамен жүрсеңіздер, тоңбайсыздар нормально. Бастарыңызға шапка болса, вообще күшті болады, конечно. Сіздерге мына жерде көрсетейін, мына жерде Стамбулдың бір тарихтары жазылып тұр міне. Түрікше түсінетіндеріңіз болса, қарап оқуларыңызға болады. Сұлтан Сүлейман мешіті біледі. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, міне астыда қызылды басып, лайк немесе дизлайк қойып кетіңіздер. Пікір жазуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіп қолдап жіберіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше деп айтайын. Баршаңызға қайырлы кеш.